Тәңіршілдік және түрлі түсті революция. 2000 жылдары қырғыз қоғамы аса күрделі, анархиялық саяси жағдайларды бастан өткізіп жатты. Әлемді шарпыған қызғалдақ төңкерісі Орта Азияға да келіп жетті. Қызғалдақ төңкерісінің негізгі белгілері псевдодемократиялық, псевдоұлтшылдық, псевдодіншілдік топтар қоғамда түрлі ұрандарды қаптатып жібереді. Мұндағы ұрандар мазмұны қоғамдық мәселелерді шешу емес, тек билік пен дәстүрлі дінді қатаң айыптап, оларға қарсы көпшіліктің жек көрушілік сезімін қоздырады. Билікті айыптау түсінікті, ал дәстүрлі діндерді не үшін айыптайды десеңіз, діннің қоғамдық тұрақтылықты сақтау қызметі бар. Бұл қызметі түптеп келгенде, қоғамды шайқауды мақсат еткен түрлі түсті революцияның жұмысына кедергі келтіреді. Сондықтан да қоғамда таралып жатқан дін мен діни қызметкерлер жайлы жалған ақпараттар, олардың діни сезімін кемсіту, оларға тіл тигізу әрекеттері түгелдей осы түрлі түсті революцияның негізгі белгілері саналады. Тағы бір белгісі, мұнда ірі лидерлер болмайды. Джим Шарптың «Диктатурадан демократияға» атты кітабы бар. Түрлі түсті революциялық идеяларға толы осы кітап әлемде миллиондаған жанның қанын төгіп, талай қоғамның шаңырағын ортасына түсірген деп саналады. Қырғызстандағы неотәңіршілдік қозғалыстар діни бағытта ғана емес, тіпті саяси аренада да көрініс бере бастады. Көптеген сарапшылардың пікірінше, неотәңіршілдердің саяси бағытқа айналуына жел беруші ретінде биліктен айырылған бұрынғы президент Асқар Ақаевтың бас хатшысы болған экс-шенеунік пен Сорос қорының аты аталады. Ал діни идеологиялық негізін Тинирчили кітабы мен Манас эпосы айтылады. Неотәңіршілдік дінін құруға бағытталған әрекеттер Қырғызстан қоғамында аса қарқынды жүрді. Олар бірнеше жыл қатарынан неотәңіршілдіктің өз діни ұйымдарын құру үшін дін істері жөніндегі мемлекеттік комиссияға өтініш жасады. Алайда Қырғызстан билігі оларды тіркеуден бас тартып, мынадай уәж айтты. Біріншіден, неотәңіршілдік топтар елдің дін туралы заңнамасы мен ережелерін білмейді, заңдағы талаптар толық емес. Екіншіден, діни бірлестік мәртебесі нақты емес, діни сенімдері анық емес, діни ілімдері өзге сенімдермен тым синкрентті негізінде дайындалған. Өзге діндердің сенімін көшіріп алып келген. Мұндай дінді тіркеу дінаралық қатынастарға кері әсер етіп, қоғамдық тұрақтылықты бұзады деді. Неотәңіршілдік сенімнің псевдоұлтшылдық бағытта насихатталуы, қоғам өкілдері арасында діни талас-тартыстар, өз бетінше заңсыз жасалған діни рәсім жүргізу әрекеттері өзге сенімдерді айыптауға ұласып, өз діндерінің тіркелмей қалуын мұсылман қауымынан көріп, дінаралық араздықтар орын алды. Нәтижесінде кейбір неотәңіршілдік белсенділері жауапкершілікке тартылды. Мұны өздерін қудалау деп санап, діни ұйым құрудан үміттерін үзіп, Қырғызстанда жаңа Теңир Ордо, Рух Ордо, Манас Ордо атты қоғамдық бірлестіктер құрыла бастады. Ал неотәңіршілдің саяси белсенділері болса, 2016 жылдан бастап Мекеним Кыргызстан атты партияға мүше болып, саяси сахнаның көркін қыздырды. Тіпті кейбірі депутат боп шыға келді. Қырғыз жеріндегі неотәңіршілдік жақтаушылары жағынан орталық Азия елдері арасында ең көбі саналады. Олар неотәңіршілдікті қолдау үшін 20 000 қол жинаған.